Мына жерде Қуаныштың партнерлары отыр. Сол қуаныштың арқасында міне мен де өшіп тұрмын. Представляете? Мен вообще, если бы Қуаныш мен тыңдаса, жоқ, мамамызда да онша қатты біз поддержка бермеді, туыстарымыз да поддержка берген жоқ қатты. Міне өйстіп танымайтын адамдар поддержка беріп Қуанышты. Я мына компания надо деп бірге келген адамдар міне мына жерде бізде қазір уже миллионер. Ай сайын миллион алады, 500 мың алады. Вот ойлаңыздаршы, танымайтын адамдар Қуанышты өйстіп поддержка жасады. Сіздерге көп рахмет. Өйстіп міне поддержка жасап, оның қасында действительно мен өйтіп қатты поддержка жасаған жоқпын, сөз шыны керек. Бірақ енді осыны көзім жеткенге мың рахмет айтамын Алла тағалаға. Что көзімізді жеткізді осы компанияға. Сіздер бәріңізге Аллаға мың рахмет айту керек. Бәріміз осы компанияға кіргенімізге вообще мен ризамын. Сіздерге де ризамын, өзіме де ризамын. Өйстіп осы компанияны түсініп, енді қазір осы компанияны ары қаратай дамытып кету бізден байланысты. Бір-ақ жыл болды, қыздар, партнерлар, жігіттер мына жерде отыр. Бір-ақ жыл болды. Ойлаңыздаршы, бір жыл ішінде біз мынандай деңгейге шықтық. Уже мына кісі уже статистиканы айтып кетті, бәрін айтып кетті. А енді ойлаңыздар, бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін қандай бізде боламыз? Каждый мына жерде отырсыздар ғой, жоқ дегенде миллион алып отырасыздар ай сайын. Жоқ дегенде, а может быть и более, көбірек аласыздар. Представляете? Енді осы компанияға келдіңіздер ме? Сіздерден басталатын бизнес. На спонсор емес, ешкім емес. Сіздер қолданып үйрену керексіздер продукцияны. Соны мен түсіндім. Өзім көп учетта болдым. Жүрегіммен де, сонда мына химахим ішіп, результатты көргенде мен қуандым. Өміріме қайтадан құлшылығым болып, мен сонда ойладым. Сонда бізге компания қандай продукция